Қайырлы күн достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгінгі видеомда мейіз қосылған песочный печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл печеньені үлкен де кіші де сүйсініп жейді. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен бөлме температурасында ерітілген сары майымызды салып, оның үстіне шекерімізді салатын боламыз. Хош иіс беру үшін ванилин салуды ұмытпаңыз. Жақсылап араластыру үшін бізге миксердің көмегі қажет болады. Осылайша ванилин, шекер, сары майымызды жақсылап араластыра отырып, үстіне 2 дана жұмыртқамызды қосып, және араластырамыз. Мінекей достар, қоймалжың консистенциямызға електен өткізіп, ұнымызды қоса бастаймыз. Ұн қосу барысында разрыхителді бірге араластырып жіберуді ұмытпаңыз. Сол кезде бізде печенье жасау кезінде көлемі ұлғаятын болады. Осылайша асықпай електен өткізіңіз. Содан соң барлығын жақсылап араластырып, қамырын дайындаймыз. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Енді оның үстіне тазартылып жуылған және кептірілген мейіздерімізді салып және араластырамыз. Достар, песочный қамырды қатты ұзақ араластыруға болмайды. Осылайша дайын болған қамырымызды 10-20 минутқа холодильникке салып аламыз. Мінекей достар, 10 минутымыз өтті. Мұздатылған қамырымызды осылайша видеода көрсетілгендей жасаймыз. Яғни печеньенің пішінін беріп бастайтын боламыз. Мінекей жіңішке түтікше жасап алған соң, көлемдерін бірдей етіп кесіп шығамыз. Содан соң шекерге үстіңгі бетін, астыңғы бетін аударып алуды ұмытпаңыз. Содан соң пергамент қағазына салып бастаймыз. Мінекей осылайша барлық жерін тигізіп, домалатып аламыз. Достар, егер де менің рецепттерім ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да ең оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей барлық форма берілген печеньелеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған 180 градустағы пешімізге салып, 20 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Печеньеміз де дайын болды. Достар, өте үгітілмелі, нәзік болып және көтеріліп пісті. Дәмі де ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер, жанұяңызды қуантуға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.